Кеш жарық құрметті көрермендер, эфирде сұхбат. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының аға оқытушысы Балғаным Дүйсенқызы Оспанованы қонаққа шақырған едік. Балғаным Дүйсенқызы, студиямызға қош келдіңіз. Енді әңгімемізді осы академиядан бастасақ, академиядағы магистратура, докторантураға қабылдау туралы толығырақ түсіндіре кетсеңіз, оны біреу білет, біреу білмейді деген сияқты. Сәлеметсіздер ме? Академия биыл бірнеше магистратура және докторантураның білім алу бағдарламаларын ұсынып отыр. Соның ішінде магистратураға оқуға түсемдеушілерге 10 бағдарлама ұсынып отыр, ал докторантураға оқуға түсуші үміткерлерге 3 бағдарламаны ұсынып отыр. 10 бағдарламаның ішінде 8-і 1 жылдық магистратура болса, 2-і 2 жылдық магистратура. Егер тереңірек тоқталатын болсақ, 4 бағдарлама, соның ішіндегі мемлекеттік басқару, халықаралық қатынас, адами ресурстарды басқару және өңірлік даму деген бағдарламалар, олар 1 жылдық магистратура, және де бұл бағдарламалар бойынша түсуші үміткерлерге бір айтып кететініміз, дәл осы бағдарламаларға мемлекеттік тапсырыс бар. Яғни мемлекеттік бюджеттің есебінен оқуға болады деген сөз. Тегін оқуға болады. Тегін оқуға болады деген сөз. Сондай-ақ өзге қаржыландыру көздері есебінен де түсуге болады. Ол дегеніміз ақылы деген. Келесі 4 бағдарлама бұл модульдік оқыту қағидаты бойынша бағдарламалар. Бұл 4 бағдарлама мемлекеттік басқару, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, өңірлік даму және іскерлік әкімшілік деген бағдарламалар. Бұл бағдарламаны таңдаған үміткерлеріміз өндірістен қол үзбей оқи алады. Әрі жұмыс істеп жатады, әрі оқып жатады дейсіз ғой. Дәл солай. Онлайн форматта оқи ма бұл түскен студенттер? Бұл студенттер болғанда дәл осы модульдік оқыту принципі бойынша оқитын үміткерлер, бұлар онлайн оқиды, және де оларды қандай да бір уақытта академия өзі шақырып отырады. Сол кезде бұл кісілер барады, ал қалған уақытта бұлар жұмысында болады. Өзінің жұмысын жасап жүріп оқып отырады. Өте қолайлы дейсіз ғой. Өте қолайлы, көптеген мемлекеттік қызметшілер дәл осындай бағдарламалар таңдайды негізінен. Бірақ бұл бағдарламаларға түсу ақылы. Енді тағы 2 бағдарлама бар, ол мемлекеттік саясат және экономика білім беру бағдарламалары, бұлар 2 жылдық магистратура. Бұл бағдарламаларға да мемлекеттік тапсырыс бар, және де өзге қаржыландыру көздері есебінен де оқуға түсуге болады. Яғни ақылы деген сөз. Негізі тегін оқу деп жатырсыз ғой. А тегін оқуда оқитындар шәкіртақы ала ма негізі? Төлене ме шәкіртақы? Иә, төленеді. Жұмыс істеп жүрсе де шәкіртақы төленеді. Иә, оқып жүрсе де шәкіртақы оларға төленеді, оқып жүргендерге. Жұмыс істеп жүргендер енді олар өздерінің күнделікті айлық ақыларын алып отырады ғой, еңбек ақыларын. Әрине. Содан кейін тағы да бір сұрақ туындап тұр осы жерде. Оқуға түсем деген адамдар алдыңғы бітірген оқуы, магистратураға түсем дейтін болса, алдыңғы түскен оқуымен білім сәйкес келу керек пе? Ол міндетті емес. Міндетті емес. Иә, міндетті емес. Егер мемлекеттік қызметші өзі басқа бір мамандық бойынша жұмыс жасап жүріп, басқа бір тағы бір мамандықтан білім алғысы келсе, бұл магистратура, докторантура болғандықтан болады. Ал енді өзінің мамандығын ары қарай жетілдіруге де болады. Қажетті мамандықты білім бағдарламасын таңдауына болады. Иә, өте түсінікті. Рахмет, Балғаным Дүйсенқызы. Енді мына былтырғы жылмен салыстырғанда 2022 жылғы оқуға қабылдану жөнінде айта кетіңізші, қандай жаңашылдықтар бар бұл жерде? Биылғы жылдың бір ерекшелігі. Дәл осы жаңашылдықтарға дейін мен мынадай бір ақпарат бергім келіп кетіп отыр. Жыл сайын Қазақстан Республикасының үкіметі қаулысымен магистратураға 120 және докторантураға 12 грант беріледі. Сол сияқты мемлекеттік қызмет саласындағы аймақтық хаб есебінен халықаралық қатынастар бағдарламасына аймақтық хабқа енетін мемлекеттердің мемлекеттік қызметшілеріне 2 орын беріліп отыр, яғни ақысыз оқуға. Сол сияқты біздің академиямызда
Хансы Зайдель қоры бар. Осы Хансы Зайдель қоры жыл сайын 10 орын ұсынады. Бұл қандай қор сонда айтып кетіңізші? Бұл Хансы Зайдель дейтін қор бар. Біздің сол академияның өзі осы қормен ынтымақтастықта жұмыс жасайды. Бұл қор Қазақстан Республикасының, Тәжікстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның мемлекеттік қызметшілеріне осы магистратура, докторантураға түсу үшін 10 орынды дайындап отыр, ақысыз оқытады. Және де өңірлік даму білім беру бағдарламасын таңдағандарға ғана. Өңірлік даму бағдарламасын таңдаған мемлекеттік қызметшілер Хансы Зайдель фондының стипендиясын алуына мүмкіндік бар. Ал енді мына оқуға түсушілерге жалпы қандай талаптар қоясыздар? Жаңалықтар айтылмай қалды ол. Айтып алыңыз онда. Жаңалықтарды айта беріңіз, аға. Сіз тоқтағанға біткен шығар деп отырған. Ағымдағы жылы Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігімен және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесе отыра, академия 2022 жылы оқуға қабылдауға бірнеше жаңашылдықтарды енгізді. Біріншіден, құжаттарды қабылдау 1 наурыздан 23 шілдеге дейін ұзартылды. Былтырғы жылдары 1 наурыздан 5 маусымға дейін болатын, биыл енді 23 шілдеге дейін ұзартылып отыр. Сол сияқты іріктеу кезеңінің қорытындысы бойынша мемлекеттік органның жолдамасы ұсыну мүмкіндігі болып отыр. Үшіншіден, барлық бағдарламалар бойынша ағылшын тілін меңгеру деңгейін анықтауға әртүрлі тесттерді тапсыруға мүмкіндік беріп отыр. Былтыр, мысалы, ап тесті тапсырған болатын болса, биыл пиплет тестін тапсырады және басқа да халықаралық тесттерді тапсыруға болады деген ұқсатты беріп отыр. Сондай-ақ магистратура білім беру бағдарламаларını биылға дейін 7 ғана бағдарлама болатын, білім беру бағдарламасы. Ал биыл тағы да 3 бағдарлама қосылып, барлығы сонымен 10 бағдарлама болып отыр. Яғни магистратураға түсем деген мемлекеттік қызметшілерге 10 бағдарлама бар. Ал енді докторантурада былтырлары 2 ғана білім беру бағдарламасы болатын, ал биыл тағы да бір бағдарлама қосылып отыр, сонымен 3 бағдарлама болып отыр бүгінгі күні. Сол сияқты тағы да бір өзгешелік, жаңашылдық деп айтуға болады. Мынау мемлекеттік басқару білім беру бағдарламасына бұрындары А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, Д1, Д2 категориясындағы, яғни санатындағы мемлекеттік қызметшілер білім алуға құқылы болса, ала алатын болса, ал биыл оның мемлекеттік қызметшілердің санаты кеңейтілді. Дәл осы мемлекеттік басқару бағдарламасына ендігі жерде А3, Б3, С3, С3, Д3 категориясындағы мемлекеттік қызметшілер де оқуға түсе алады. Жақсы, түсінікті. Енді талаптар жөнінде айтып кетіңізші, түсем деушілерге қандай талаптар қойылады? Жалпы магистратура, докторантураға түсушілерге жалпы талап бар. Бұл жалпы талап міндетті түрде 2 жылдық еңбек өтілі болу керек мемлекеттік органда. Сол сияқты, егер тереңірек тоқталып өтетін болсам, мынау мемлекеттік басқару бағдарламасына 1 жылдық магистратураға 2 жыл, әрине 2 жыл стаж, содан кейін басшылық қызметте еңбек өтілі кем дегенде 2 жыл болу керек. Басшылық қызметте. Енді мемлекеттік қызметке орналасқан кезде бірден басшылық қызметке орналаспайды. Әуелі жай маман болады, бас маман болады, сосын басшылық қызметке орналасады деген сияқты. Соның арасында біраз жылдар, яғни дәл осы мемлекеттік басқару бағдарламасына түсушілер басшылық қызметте кем дегенде 2 жыл жұмыс жасау керек. Сол сияқты оқыту принципін не арналған бағдарламаларды таңдаған мемлекеттік қызметшілерде басшылық қызметте кем дегенде 2 жыл жұмыс жасау керек. Мысалы, мемлекеттік басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат деген білім беру бағдарламасын таңдаса,
Үшінші, іскерлік әкімшілік деген бағдарламаны таңдаған жағдайда, бұнда мемлекеттік қызметшілердің еңбек өтілі кемінде 2 жыл, оның ішінде 1 жыл басшылық қызметте болуы керек. Одан басқа басшылықта болмай жай жұмыс істеген болса, онда дәл осы бағдарламаларға олар түсе алмайды. Не алмайды дейсіз ғой. Түсінікті. Енді мына үміткердің тілдік құзыреттеріне қандай талаптар қойылады? Мемлекеттік тілді білуі керек, және ағылшын тілін жетік білуі шарт па негізі? Талаптардың ішінде магистратура, докторантураға түсетін мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік тілді білуі шарт. Бірақ А1 деңгейінен кем болмауы керек. Ал енді ағылшын тілге келетін болсақ, ағылшын тілінде магистратураға түсетін үміткерлер Б1 деңгейінен кем болмауы керек, ал докторантураға түсетін үміткерлер Б2 деңгейінен кем болмауы керек. Бұл деңгейлерді ашып түсіндіріп айтыңызшы. Кейбіреулер бұл деңгейлерді түсінбей қалуы мүмкін. Жаңағы айтқаныңызда. Мысалы, А1, А2 дегендер бұл ауызекі сөйлеу ғана, жаңа ғана үйреніп жүрген кісілер болатын болса, бастапқы болатын болса, Б1 дегеніміз ол мынау ресми іскерлік, қазақ тілі бар ғой, ресми іскерлік қазақ тілінің деңгейінде сөйлей алатын, өз ойын ақырын жеткізе алатын, оқығанды түсінетін деңгей деп есептелінеді. Осы екі тілді білу шарт дейсіз ғой? Білу шарт, осы екі тілді білу шарт. Магистратураға түсетіндерге, докторантураға түсетіндерге де. Енді академияда білім алудың артықшылықтар жөнінде түсіндіре кетіңізші? Жоғары оқу орындары әрине магистратура, докторантураға дайындайды кісілерді. Басқаларға да түсуге болады. Бірақ біздің академияның артықшылығын былай деп айтар едім. Біріншіден, біздің академияда дәрістер, сабақтар 3 тілде жүреді. Қазақ тілінде, яғни мемлекеттік тілде, ағылшын тілінде және орыс тілінде. Процентке шаққанда 40% сабақ магистратура, докторантурада мемлекеттік тілде жүреді, 30% сабақ ағылшын тілінде жүреді, 30% сабақ орыс тілінде жүреді. Сондай-ақ халықаралық қатынасқа түсетіндер үшін мынау француз тілі де жүргізіледі. Осындай тілдік құзыреттіліктер қосымша көтеріліп отырады. Сол сияқты жекелеген пәндер бойынша дәрістер беру үшін жетекші шетелдік және қазақстандық сарапшыларды, мемлекеттік басқару және дипломатиялық қызмет саласындағы практик мамандар тартылған. Яғни академияның оқытушылары ғана сабақ беріп қоймайды, сонымен қатар шетелдік мамандар, сарапшылар да сабақ береді онда. Тағы бір артықшылығын айта өтсем, онда мынау шетелдік серіктес университеттерде білім алу мүмкіндігі бар біздің магистрант, докторанттарда. Себебі жарты жылын бізден оқитын болса, жарты қалған уақытын шетелдік жоғары оқу орындарында оқи алады. Мысалы, онлайн түрінде ма, немесе барып па шетелге? Оны, яғни, жағдайға байланысты академияның ішінде шешеді. Мысалы, пандемияның кезінде ешкім ешқайда бара алмады ғой. Сол сияқты қандай да бір сондай кедергі проблемалар болатын болса, оны академия өзі ішінде шешеді. Соның ішінде ақш-та және Біріккен Араб Әмірліктерінде оқуына болады. Және де тағы бір артықшылығы, жоғары оқу орындары базасында 2 дипломдық білім алу мүмкіндігіне ие болады біздің мемлекеттік қызметшілер. Сондай-ақ 2 түрлі дипломға ие болады. 2 мамандық бойынша? Жоқ, бір мамандық, соның енді 2 жерден диплом алады деген сөз. Сол сияқты шетелдік серіктес жоғары оқу орындарында, халықаралық ұйымдарда, сонымен қатар Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен жетекші дипломатиялық мектептерінде тағылымдамадан өте алады. Яғни стажировка деп айтамыз ғой. Осындай тағылымдамадан да өте алады. Және де мемлекеттік қызметшінің академияда оқып жатқан жұмыс орны сақталады, лауазымы сақталады және еңбек өтілі үзілмейді. Сондай-ақ қызметтік жалақы көлемінде стипендия алады.
шәкіртақы алады. Шәкіртақы алып отырады. Қазіргі мысалы жұмыс жасап жүргенде қандай айлық алатын болса, сол көлемде шәкіртақы алып отырады. Тағы да бір артықшылығы, жас мемлекеттік қызметшілерге арналған үйден бөлме беріледі. Осындай артықшылықтар атап өтуге болады. Балғаным Дүйсенқызы, енді айтып жатырсыз ғой, 2 жылдық бар магистратура, 1 жылдық магистратура бар деп. Ал докторантура негізі 3 жыл ғой, мерзімі 3 жыл. Негізі осы 1 жылдық магистратура мен 2 жылдық магистратураның қандай айырмашылығы бар негізі? Бұл үнемі біздің мемлекеттік қызметшілер бағдарламаларды таңдаған кезде, білім беру бағдарламаларын таңдаған кезде сол айырмашылық туралы сұрайды. Айырмашылықтар құзыреттілікте. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 14 құзыреттілік бар. Сол 14 құзыреттілік 2 жылдық магистратурада кеңінен үйретіледі, кеңінен беріледі. Негізгі басымдық осында. Кеңінен асықпай толық үйретіледі дейсіз ғой. Ал енді 1 жылдық тездетілген бағдарлама ма бұл 1 жылдық деген? 1 жылдық деген ол тездетілген бағдарлама емес, өзі солай құрылған 1 жылға ғана құрылған білім беру бағдарламасы, 2 жылдық оқуға арналған 2 жылдық білім беру бағдарламалары әуелденен солай құрастырылған, сондықтан ол тездетілген, жылдамдатылған деп айта алмаймын. Иә, түсінікті. Енді мына құжатты тапсыру туралы айтып жатырсыз ғой, құжаттың мерзімі ұзартылды деп. Енді бұл құжат тапсырғанда қандай құжаттар тапсырып дайындалу керек үміткерлер? Үміткерлер магистратура, докторантураға түсу үшін мынадай құжаттарды тапсыру шарт. Біріншіден, мемлекеттік органның жолдамасы. Мысалы, жұмыс жасап жүрген орында, мемлекеттік органда арнайы жолдама. Сол орган өздері жолдама беру керек. Екіншіден, жеке басын куәландыратын құжатының көшірмесі. Үшіншіден, жоғары білім туралы дипломының көшірмесі. Сол сияқты мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі Б1 деңгейді. Ол дегеніміз, қазақ ресми тест немесе КАС-тест тапсырады. Құжатқа кіреді ода? Иә, сол тесттен Б1-ден төмен емес алған сертификатын олар жүктеу керек болады. Сол сияқты ағылшын тілінен тапсырған тесттің сертификатын жүктеу керек болады. Егер АПТЕСТ тапсырса, АПТЕСТің сертификаты, TOEFL болса, TOEFL-дікі, PIPLET болса, PIPLET-тің сертификатын тапсыру керек болады. Жүктеу керек сайтқа. IELTS бар адамдар болады ғой? Иә, егер IELTS немесе APTIS бар адамдар болса, онда оларға ол сертификаттар 2 жыл ғана жарамды болады. 2 жылдан асып кетсе, онда ол сертификат жарамсыз болады, онда биыл PIPLET-те тапсыру керек болады. Ал енді IELTS-тің бағасы қанша болу керек? 4 деп жатамыз, 5 деп жатамыз, 7 деп жатамыз. Неше болу керек IELTS-тің? IELTS-тің бағасы былтыр 25 мың болды. Биыл мысалы PIPLET-ті тапсырады, ол да 25 мың теңге. Теңге және бағалау жағынан қалай IELTS-тің? Бағалау жағынан өзінің берілген балдары бар, мысалы 4 балл, 5 балл, немесе TOEFL тапсыратын болса 75 балл деген сияқты өздерінің арнайы таблицасы бар. Ол біздің үміткерлерге толықтай берілді деп айтуға болады. Оны көріп отырып, өздері сол PIPLET тестіне дайындалады. Сонша балды алуға. Сол сияқты мынандай тағы да құжаттарды жүктеу керек болады сайтқа. Еңбек қызметін растайтын құжат, зерттеу жұмысы жоспарының жобасы, бұл докторантураға түсушілерге арналған. Еңбек кітапшасы керек қой сонда, енді послужной список дейді, соны, яғни еңбек қызметін растайтын құжатты жүктеу керек, көшірмесін жүктеу керек. Сол сияқты электронды өтінішті де жүктеу керек болады. Осындай құжаттар дейсіз ғой? Осындай құжаттарды біздің administration.apa.kz сайтына жүктеу шарт. Апарып тапсырудың қажеті жоқ дейсіз? Апарып тапсырудың қажеті жоқ, қазір бәрі онлайн форматында. Өте ыңғайлы, өте қолайлы дейсіз ғой. Енді мына үміткерлер жалпы қандай емтихандар тапсырады? Өздерінің тапсырған пәндеріне сәйкес тапсырады ғой емтихандарды?
Пәндер олардың Қосымша емтихандар бар ма? жоқ, қосымша емтихан деп біз айтпаймыз. Дәл осы емтихан туралы айтқан кезде мен мынау пресешнл курстарға тоқталып кетуім керек. Қазір біздің академия үнемі осы пресешнл курстарын өткізу тәжірибесін жалғастырып келеді. Пресешнл курсыны 3 модульдан тұрады. Бірінші модулі қазақ ресми тест тапсыруға дайындық. Екінші модуль пиплет тестін тапсыруға дайындық. Ал үшінші модуль білім беру бағдарламаларына кіріспе және көпшілік алдында сөз сөйлеу бойынша бейне курстар. Енді осылардың әрқайсына тоқталып өтейін. Бірінші модуль қазақ ресми тест. Қазақ ресми тест дегеніміз ол ресми іскерлік қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалайтын ресми тест. Қазір ресми тест бұл шектеусіз, бұны шектеусіз тапсыруға болады. Мысалы, бір рет тапсырғаннан Б1 деңгейін ала алмай қалсаңыз, екінші рет, үшінші рет, төртінші рет тапсыра беруіңізге болады. Иә, дайындалып барып, өзіңізге ыңғайлы уақытта тапсыруыңызға болады. Ыңғайлы кез келген уақытта. Кез келген уақытта. Және бұл онлайн форматында тапсырылады. Дәл осы ресми тестті жақсы тапсыру үшін біздің академия методикалық көмек сияқты ретінде курстар жүргізіп отыр. Осы мемлекеттік тілден 36 курс, 36 академиялық сағатта курс бар. Жазылам деген деушілерге уақыт уже болды. Бірінші наурыздан бастап жазылып жатыр. Дәл осы пресешнл курс 4 сәуірден басталады. Сол 4 сәуірге дейін жазылып үлгеру керек. Қанша мерзімге созылады сонда? Бір ай уақытқа созылады. Толық бір ай. Иә, оны да қазір мен айтып өтемін, аяқталатын уақытын. Сол сияқты, енді екінші модуль. Пресешнл курстың екінші модулына келетін болсам, екінші модулі ол пеплет тесті тапсыруға дайындық. Пеплет тест бұл ауызша және жазбаша кәсіби тілдік дағдыларды бағалайтын, ағылшын тілін білу деңгейін бағалаудың онлайн тесті. Бұл екі тестке де 30 минуттан уақыт беріледі. Пеплет тестте 7 сұрақ болады. Оның 4-еуі ауызша болса, оның 3-еуі жазбаша болады. Барлық сұрақтар уақытпен белгіленген және ашық форматта беріледі. Бұл жерде сөйлеу және жазу дағдылары бағаланады. Бұл тесті пеплеттен сынақ тест тапсыруға болады, және қазір ресми тесттен де әуелі тапсырмай тұрып сынақ тесттен өтіп алған тиімдірек болады. Бірнеше рет сынақ тесті тапсырып алса, арғарай нағыз пеплет тесті және қазір ресми тесті тапсыру оңай болады. Біраз дайындық болады дейсіз ғой? Иә, біраз дайындық болады. Осы пеплет тесті жақсы тапсыру үшін біздің үміткерлеріміз 72 академиялық сағаттан тұратын толық курс өткізіледі, және 36 сағаттан тұратын базалық курс өткізеді академия. Дәл осы курстарға жаңа айтып өттім, көп ұзамай, енді 1-2 күн қалды, біздің үміткерлеріміз жазылса, онда тіпті де жақсы болар еді. Осындай түсемдеушілер, иә. Талапкерлер осы курсқа жазылса, ертең тесті тапсыру оңайырақ болады. Енді 3-ші модулына келетін болсақ, осы пресешнл курстың 3-ші модулі, жаңа айтып өттім, білім беру бағдарламалары туралы кіріспе және көпшілік алдында сөз сөйлеу туралы видео сабақтар дейміз, бейне курстар дейміз. Бұл бейне курстардың құрылымы білім беру бағдарламаларына кіріспе ақпарат беріледі. Және докторантураға түсем деушілерге зерттеу жұмысының жобасын қалай жасау керек, соның құрылымы көрсетілген оның ішінде. Көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдыларын дамыту үшін бейне сабақтар, дәрістер бар. Сол сияқты академиялық хат жазу дағдыларын дамыту үшін де сабақтар бар. Осы сабақтарды үміткерлер кез келген уақытта өздерінің қолы бос болған кезде кіріп, қарап, ол тапсырмаларды оқып, тапсырмаларды орындай беруге болады. Бұл 3-ші модуль ақысыз негізде өткізіледі.
Түсінікті. Енді мына конкурстық іріктеу деп жатырмыз ғой. Конкурстық іріктеу кездері қалай өтеді, қандай форматта өтеді? Онлайн форматында ма, офлайн форматында ма? Сол жөнінде айта кетіңізші. Биылғы жылы конкурстық іріктеу кезеңдері білім беру бағдарламаларына байланысты ерекшеленіп отыр. Мысалы, 1 жылдық және 2 жылдық бағдарламаларға өндірістен қол үзіп оқитын үміткерлер үшін конкурстық іріктеу 2 кезеңнен тұрады. Олар кейс шешеді және сұхбатқа қатысады. Ал өндірістен қол үзбей оқитын үміткерлерімізге бір ғана кезең, іріктеу кезеңі, ол сұхбат кезеңі. Олар тек қана сұхбатқа қатысады. Ал енді докторантураға түсетін үміткерлеріміз ол 3 кезеңнен өтеді. Біріншісі кейсті шешеді олар, екінші сұхбатқа қатысады, үшінші зерттеу жұмысы жоспарының жобасын тапсырады. Енді дәл осы жерде сұхбат қалай өтеді дегенде сұрақ болады кейде. Жаңа сіз айтып өткендей, сұрағаныңыздай, кейсті шешу ол онлайн форматында болады. Ал енді сұхбатқа келген кезде біздің үміткерлеріміз академияға бару керек болады, ол офлайн форматында өтеді. Комиссия мүшелерімен жеке кездеседі, олардың сұрақтарына жауап береді. Бұл жерде өздерінің біліктілігін, құзыреттілігін, көшбасшылық қабілеттерінің дамығандығын көрсетулері тиіс болады. Жақсы, түсінікті. Енді өздеріңіздің сайттарыңыз туралы қысқадан нұсқа айта кетіңізші. Басқа адамдар да білсін, көріп отырған көрермендеріміз. Енді біздің осы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалында дәл осы жұмыспен мен айналысып отырмын, және менен де басқа қызметкерлер айналысып отыр. Сондықтан осы академияның магистратура, докторантура, білім беру бағдарламаларына түскім келеді деген мемлекеттік қызметшілер болса, және де тек қана мемлекеттік қызметшілер емес, мемлекеттік қызметші емес адамдар да оқуға түсуіне болады. Бірақ олар әрине ақылы түседі. Осындай кісілер болатын болса, онда біздің филиалымызға қабарласып, телефон шалып қабарласуына болады, және біздің Facebook және Instagram парақшасындағы сайтымызға кіріп, өздерінің сұрақтарында қоюына болады. Сол сияқты осы жұмысқа мен жауапты болғаннан кейін мен Facebooktан WhatsApp желісінен топ аштым. Биылғы оқуға түсем деген үміткерлерінің барлығы осы топта отыр. Бұл топқа мен үнемі академиядан келген ақпараттарының барлығын салып отырамын. Егер үміткерлерде қандай да бір сұрақ болатын болса, туындап жатса, осы группаның топтың ішіне жазып отырады, мен бірден оған сұраққа жауап беріп отырамын. Және мен ғана емес, біздің филиалымыздың директоры Лаура Советқызы және де академиядағы біздің әріптестеріміз бар, олар да осы біздің группамызда отыр, тікелей сұрақтарға жауап бере алады. Әрине, енді сіз өзіңіздің мекен жайыңыз және телефондарыңызды айта кетсеңіз, көрермендерімізге көріп отырған. Қазақстан Конституциясы көшесі 38-ші үй, маслихаттың ғимараты, сол ғимаратта 4-ші қабатта отырамыз. Біздің сайттың адресі sko.apa.kz. Өте түсінікті. Айтып болдыңыз ғой. Балғаным Дүйсенқызы осылай алтын уақытыңызды бөліп, халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.қызылжар.tv.kz сайтынан көретін боласыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының аға оқытушысы Балғаным Дүйсенқызы Оспанова болатын. Мен сіздермен қоштасамын, келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.